Тұрысбек Сәукетаев, Желқайық романы, 3-ші тарау. Құрметті тыңдарман, осы каналға тіркеліп, лайк бассаңыз қазақ контентін қолдағаныңыз деп білемін. Шайтан оты. Теке. Сөйтіп жүргенде бір күні қояншық төкен алдынан қарсы ұшыраса кетті. Жұрт аяғы саябыр. Қос жиегін қасқатар кәрі үйеңкі күрегейлеген кең көшенің қалтарысы. Әдеттегідей шала қызу, әдеттегідей бейпіл ауыз айналып өтіп кетпек еді. Әй келіншек, деді жолын кескестеп. Қайда қашып барасың? Кісі жейтін қасқыр емеспіз ғой, тоқтасаңшы. Я, тоқтадық. Фу, ентелмей артыршы. Арақ ішкен кісіден жеркенсең, ана күйеуіңне неге жеркенбейсің? 10 күн болған шығар. Моншаның жанындағы алқаштармен бірге 4 аяқтап мас боп жүр ғой. Кстати, қаладан келген құрылысшылардың жатақханасында түнеп жүрген көрінеді. Байға жас қыздардан қағынған, деді қасын қағып сыбырлай. Пішту, қыз оның не теңі, дегісі келді заланып, бірақ Роза үндеген жоқ, жай мырс етті. Неменеге күлесің? Өзің тіпті қызғанбайсың ғой, әлде сенімдісің бе? Әрине сенімдімін. Арандатқан сөзінен түк шықпағаннан кейін, ары қарай не айтарын білмей төкен тосылып қалған. Ыржалақтап, көзі ойнақтап бетіне қарады. Розаның да қалып бара жатқан жұмысы жоқ еді, кетуге асықпады. Эх, Розай, жақсы келіншексің ғой, деді төкен біраздан соң кәдімгідей күрсініп. Сосса қолымыз жетпейтін жұлдызсың ғой, қайтейік. Көрген сайын мың қайталап мезіғып біткен мылжыңы, бірақ неге екені белгісіз бұл жолы құлағына жағып тұр. Естікісі келіп, еліге түсті. Сенің де қадіріңді білмейтін еркек бар ма екен? Шіркін, бетіме қарап бір жымисаң, арақ ішпей-ақ 100 күн мас боп жүрер едім. Арақ темекімен араласып тердің ащы иісі күйді. Кеңсірік жарардай өткір, күйекке түскен тегеден осындай иіс шығатын. Жиіркеніп мұрнын алып қашқан жоқ. Қайта осы иістен тылсым бір еркектік қуат, қажыр сезіліп тұрғандай көңілінің әлсіз пернесі дың еткен. Сол арада төкен. Қыз кезіңде қолымыз жетпеп еді, енді келіншек болғанда ең болмаса алқымыңнан бір иіскетші, деп ауысарланып құшақтай алған. Қой деймін, ұят емес пе? Ел көрсе не дейді? Роза бұлқынған болып еді, келісімге бергісіз қарсылықты сезген әккі жігіт одан сайын батылданып, алқымына тікенек мұртын қадай шөп еткізіп сүйіп алды. Еркіндік тиген тіміскі алахан мықынынан қысып одан төмен сырғып барып дірілдеген бөкседен бір сипап өткенде, төбе құйқасы шымырлап, жолының тоқ ұрғандай келіншек бойын билей алмай қалды. Түн баласы төсегінде дөңбекшететін, азаптың қызыл өрті лап етіп, қайта тұтанды жүрек түкпірінен. Екі көзі жасаурап жігітке қараған. Елжіреп, еміреніп, енді болмаса мойнына асыла кетпесе не қылсын? Сабыр, сабыр, деді өзін әзер іркіп. Ұяттың әлсіз үндемеуімен жерден табанын әрең көтеріп, ілбіп басып алыстай берді. Төкен адырап тұрып қалды. Талай ұрғашының уызын қақтаған әккі сығыр келіншектің көзіндегі жәдігі ұяшықты қалт жібермей қағып алған. Бірақ бейпіл ауыз дағдысынан құр қалжыңдап далбасалағаны болмаса, ұзын дәмеге тізгін бермес тәкаппар сұлудың бұлай оп-оңай ықылас танытқанына сенер-сенбесін білмей аңырап тұр. Құдайым-ау, шынымен бе, деді таңырқап. Маңдайынан бұрқ еткен суық терді ымай-май кепкісін жұлып алып, астарымен сүртті де қайтадан желкесіне қондыра салды. Қолы дірілдеп, сабырсызданып темекі тұтатқан. Денесі бір ысып, бір суыды. Қуаныш пен күдік итжығыс. Баяғыда да көңілі өстіп өрекпіп, ақырында опық жегені бар. Тағы да соның аяғын құшып жүрмесіне кім кепіл? Ол кезде үйленгендеріне бірер жыл ғана болған. Енесі марқұмда тірі еді. Жаз ортасы. Бір күні арбалары қоңыраулаған цыган таборы ауыл шетіндегі ойпанға жағалай шатыр тігіп қона қалды. Түнде алаулаған оттың айналасында гитарамен ән салып, би-билеп бүкіл бір сайды қиқуға толтырып, таң атқанша думандатып жатқаны, қан қыздырып құтырынған ән, жұлқынған би. Күндіз ауылға қаптап кетеді ылғи өрімдей қыз келіншек. Төбіт шәлі жылтыраған арзанқол сақина білесік сатады. Сақиналарды 2-3-тен саусақтарына тізіп тағып алады. Кейбіреулерінің балашам деп қолыңа жапса кететіні бар. Бұл дүкеннен темекі алып шығып келе жатыр еді. Белі бұраңдаған бір жап-жас келіншек жеңінен ұстай алды. Молодой человек,
Позолоти ручку погадаю. Алақанымды майлап жіберші жігітім, балашып берейін. Қара торының келістісі көзі жайнап мөлдіреп тұр. Екі сөзге келместен алақанына бір сом салып алдына тосты. Келіншек ақшаны жып еткізіп өңіріне омырауының арасына тығып жіберді де алақанын ұстап сөйлей бастады. Не айтқанын естіп тұрған жоқ. Бұл келіншектің сұлу жүзін, жұмыр мойнын, солқылдаған денесін құмарта бір шолып өтті де, Құданың құдіреті сол жерде ғашық болды да қалды. Еш өтірігі жоқ, шын ғашық боп тұр. Көйлектің кең қиығынан жартылай жалаңаштанып көрінген тіптік анарлардың әппақ құйылысынан қадалған көзі тұманданып кетеді. Бір көтеріліп, бір басылып, алқына дөмпіген оң жақ омырауының үстінде бидайдай қара меңі бар екен. Сол тұстан шөп еткізіп сүйіп алғысы келіп, тұмсығы созыла әлденеше шүйіліп барып қайтты. Сен бір қызға ғашық екенсің, деді келіншек бұл есін жиған бір сәтте. Қосыласың ба, жоқ па, көрінбей тұр. Қолымды майлап жіберші. Менің сүйгенім қасымда тұр. Ол мына өзіңсің, деді бұл алқынып. Мә, 3 сом берейін, бір сүйгішші. Келіншек қарсыласқан жоқ. Қылмыңдап сүйкене түсті. Қапқара тұңғиық жанары құдықтай тереңіне тартып барады. Бір ғажап сиқырлы күш бар. Қараған сайын байқа төген байқа, батып кетпе деп өзін тежегенмен бәрібір сабырға ырық берер емес. Сүйгізгенге дәндеп қалған бұл дереу саудаға көшті. 5 сом берем, кешке оңаша кездесейікші. Жоқ, 10 сом. Жоқ, 20, жоқ, 30, жоқ, 40, жоқ. Жоқ болса, менің де одан басқа ақшам жоқ. Түсінсеңші, жарты айлық қой. Келіншек жағдайды түсінер емес. Міз бақпады. Амал жоқ, аукционға ары қарай қатысуға мәжбүр. Жарайды, қарыз алармын. Үстіне 10 қостым. Келіншек жымың етті. Қашан? Бұл тас төбедегі шыжғырған күнге сығырая қарап, сәл ойланып тұрды да. 5-те, анау ескі қораға кел, деді ауыл шетіндегі қираған қойманың орнындағы бетон қалқайманы нұсқап. Келіншек сырға сиқырға толы қара көзін төңкере бір тастап, былқ-сылқ басып бұрылып жүре берді. Енді 5 болып берсеші, сағаттың тілі бір орнында байланып қалғандай. Тоқтап қалды ма деп көзіне сенбей әйнегіне шытынаған кірғожалақ ескі искрасын қайта-қайта құлағына тосады. Уақыт өткізу үшін көлге барып шомылды, қайтып келіп сақалын алды. Ұстара тіліп кетті деп безеуінен аққан қанды сылтауратып, әйелінің әтірін алқымына екі қолтығына бұрқыратып сеуіп алды. Айтары жоқ, дайындық мықты. Үйден қалай шығып кетуін білмей тұр еді, оның да ебі табылды. Шаңырақ мүйіз қоңыр сиыр желіндеп тұрған соң бошалап кетіп далада бұзаулап қалама деп өріске жібермей жүрген. Күн қайтты ғой, кешкі салқынмен оттатып келейін деп соны қорадан жетелеп алып шыққан. Ойпыр-ай, мынау адам болып қалыпты ғой аяқ астынан, дегенде енесі таңырқай қарап қояды. Ескі сырма курткасын сиырдың сауырына кигізе салған. Оны қайтпексің деп шаңқ ете қалған әйеліне сыз өтпей ме, астыма салып отырам деп ожырая қараған. Сиырды жоңыш халықтың шетіндегі электр бағынына арқандап қойды. Қалқайманың іші ыбырсып жатыр. Құстың саңғырығы, күннің саялаған малдың қиы, қурай жұлып әкеліп сыпырып тазалаған болды. Үлпілдек көк майсаны құшақ-құшақ жұлып әкеліп көпсітіп еденге төседі. Үстіне курткасын жайды. Төсек дайын. Қайта-қайта сағатына қарайды. Екі көзі есікте, япырай келер ме екен? Тағатсызданғаны болмаса көп зарықтырған жоқ. Қай жақтан келіп қалғаны белгісіз, басқан ізі білінбей лып етіп кіріп келді сағымдай. Қызыл кеудеше, қызыл юбка, қып-қызыл жалын босаға түбінде лапылдап тұр. Қасын сүрмеліп, бетіне опа жағыпты. Ерні қып-қызыл, бағанадан да жайнап кетіпті. Бұл есі шығып апалақтап құшақтаған күйі жерден көтеріп алды. Құшарлана бетінен сүйіп, алқымына аймалап, еш жиғызбай төсекке алып соқпақ болған келіншек кеудесінен итеріп. Сабыр, жігіт, қазір өзім, деді. Қынаға боялған қызыл шашын лап еткізіп, иығына жайып жіберді де, асықпай қызыл юбканың сырмасын ағыта бастады. Бұл апыл-ғұпыл жейдесін жерге атып ұрды. Қызыл юбканың астынан қара юбка шықты. Ол төмен түсе бергенде бұл майкасын шешті. Қара юбканың астынан көк юбка шықты. Бұл шалбарға қол салды. Көк юбканың астына ақ юбка шықты.
келіншек майысып белін созып сырмаға қолын салғанда, әй юбкасы құрғыр осымен біткен шығар деп. Арғы жағынан жарқ ете түсер сиқырлы суретті көз алдына елестетіп, апыл-ғұпыл төмендегі соңғылы балағы тізесіне түсер қара тұрыс үйдің ышқырына жабысқан. Бірақ шешіп үлгерген жоқ. Сонысы қандай абырой болды десеңші, дәл сол уақытта сау етіп 4 еркек кіріп келгені. Мұрттары сосискадай салбыраған түстері суық 4 сыған. Қолдарында жүзі қайқайған бір-бір селебе пышақ. 4-еуі пышағын кезеп 4 жағынан төніп келеді. Не істеп жатырсың, деді бір қарлығыңқы дауыс күндей күркіреп. Сол арада аяр қаншық өтірік еңіреп отыра кетті. Мынау мені зорламақ болды, қорқытып шешіндірді, өлтіріңдер. Ах, кәззап! 4 пышақтың сұп-суық үшкір жүзінің бірі алқымына, бірі арқасына, бірі қарнына, бірі бүйіріне қадалды. Бұл апа деп шыңғырып жібермек еді. Аузынан үн шықпады, көзінен жас шықпады. Бар істегені кинодағы қолға түскен фашист сияқты ербеп 2 қолын көтерген. Бойында жан жоқ, мақта тыққан қуыршақтай буыны былқсық. Ышқыры қуғының басына ілінген қолқылдақ тұрусүйі құрғыр тірілдеп қалшылдағанда сыпырылып еденге аяғына түсті ме кім білсін, сәлден кейін есін жиып. Ай көріңдер деп жыламсырап. Біз цыган қызын қорлағанды қой сияқты қорқыратып бірақ бауыздаймыз, ешқандай аяушылық жоқ. Барымды берейін, тек жанымды қия көр. Бүйірге қадалған пышақтың ұшын тартып алды. Бұйыра бас цыган жерде жатқан шалбар пиджактың қалтасын түгендеп, тінтіп 50 сомды алып шықты. Бар осы ма? Иә, бұл аз. Ендеше ана арқандаулы тұрған сиырымды алыңдар. Бұзаулағалы тұр, 2 сиыр деген сөз. Өзі сүтті, денесі де үлкен, түйедей. 4-еуі бір-біріне қарады. Жарайды, бір жолға кешірдік. Жердегі шашылып жатқан киімдерді сыпырып, сиырып шыға жөнелген. Бұл ілгегі үзілген ескі палтодай жерге жалп ете түсті. Есі ауып кеткен, қанша жатқаны белгісіз, басын көтерсе айнала жым-жылас, сиырда жоқ, цыганда жоқ. Тек қорқыныш қалған көңілінде. Ойбай, бұл жатысым не жатыс? Қазір тағыда шайтандай сап ете түссе қайтем? Ұшып тұрып ауылға қарай жүгіре жөнелді. Артына қарай зытып келеді. Абырой болғанда бұтында лыпасы бар әйтеуір. 2 кештің арасында жын қаққандай жалаңаш жүгіріп бара жатқан бұлқай пері деп ел үдірейе қараған. Таныған кейбіреулер, мына алқаш адам болып спортпен айналысайын деген екен ғой деп таңырқасты. Жарты ауылдың иті абалап қызық іздеген баласы соңынан ерді. 2 көзі төбесіне шығып, төбе шашы түк тұрып, апалақтап кіріп келгенде үй ішіндегілер үрпейісіп зәресі ұшып кетті. Ойбай, мына албастыға не болған? Деп жаман қатыны баж ете түсті. Киімің қайда? Ішіп далаға тастап кеттің бе алғаш? Қайдағы ішкен киім дейді ғой, жанымды әзер әкеп тұрсам. Не боп қалды? Жоңыш халықтың шетінде сиыр жайып отыр едім, қайдан шыға келгені білмеймін. Бір топ сыған, әй, 10 шақты барау деймін. Тосыннан тап бергені ұрып соғып тепкілеп, аузым мен көзімді таңып, қолымды қайырып байлап тастады. Киімімді түгел сыпырып алды. Бәрінің қолында жалаңдаған пышақ. Сәл қарсылассам өлтірер еді. Астағфиралла, деді енесі жағасын ұстап. Сиырды да кетті ме, деді әйел түсі бұзылып. Иә, ойбай, не дейді? Аузымыз енді аққа тиеме деп отырғанда сорладық десеңші. Жоқ, поштаға барып ауданнан милиция шақыртам. Мұның иманы ұшты. Милицияң не? Еске қарай жұлқынған әйелдің алдынан кескестеді. Бүкіл елге жариялап күлкі болғын келе ме? Цыганның ұрысын ұстаған милицияны қашан көрдің? Ендігі сиырдың өзі түгіл ізінде жоқ қып жіберген шығар. Ойбай, енді қайттым. Әйел босағаның түбіне отыра кетіп еңіреп. Сиырым сиыр емес түйе еді-ау, ішіндегі бұзауын айтсаңшы. Бір сауғанда бір шелек сүт шығатын. Сиырды әкеткенше сені неге әкетпеді? Тәйт, сұңқылдама, бейуақта жаман ырым шығарып, деді енесі зекіп тастады. Сиыры садақа, азаматыңның басы аман қалғаннан тәуба. Енесі марқұм кісінің асылы еді-ау, ертеңінде 7 шелпек пісіріп, көрші қоланға садақа берген. Енді міне, сол оқиға есіне түскенде, бұл әйел затының көзіне сенуге болмайды деп бір жағынан секемденіп те тұр. Бірақ аласұрған асау жүрек ерікке көнер емес. Айнала қызыл-жасыл құбылған сиқырлы сәулеге оранып, құлпырып шыға келгендей көкірегін лепірген қуаныш кернеді.
Япырай, дүниенің мұндай әдемі екенін осы уақытқа дейін қалай сезбей келген? Бәрі ғажап. Тек осынау әдемілікті сыйқын бұзып тұрған өзі ғана сияқты. Үсті лас, киімі алқам-салқам, шуақтағы қырын түскен көлеңкесіне қарап, шартиған қарнын тартып, еңсесін тіктеді. Кепкісінің шаңын тізесіне бұрқ еткізіп бір қағып, қайтадан басынан түзеп киді. Кеудесі шалқақ, жүрісі маңғаз. Қарсы ұшырасқан кейбіреулер жалтақ-жалтақ қарайды. Мына алқашты қарай, бүгін адам боп қалыпты ғой дейтіндей. Өз үйін жаңа көргендей айналасына жатырқай қарады. Бәрі сұрқай күңгірт, быжнаған қарашыбын, бұрыштары сілбі тұтқан. Қысты күні түтін қайтқан пештің аузы қара қожалақ. Арқалығы майысып балық қарындаған аласа үйдің ішіндегі жабырқау жадау көрініс көкке шаншыған көңілін жан-жақтан қыспақтап тұншықтырып тұр. Ең кішісі жаңа ғана тәй-тәй басқан жалаңбұрт мұрындары жылтыңдаған бір-бірінен қалыңқы 4 бала әдеттегідей папалап аяғына оратыла кетіп еді. Мазамды алмай барыңдаршы деп итеріп тастаған. Күй талғамай өз беттермен өсіп келе жатқан сәбилер папаға бүгін не болған дегендей үдірейіп, сәл тұрды да бірін-бірі қуып жөндеріне кетті. Папа үйдегінің бәрінен жиркеніп тұр бүгін. Азап тірлік ащы тілін шығарған шайпау әйелімен іштей егеске түсті. Бүгін аты да заты да ұнамай қалыпты. Жаман иттің атын бөрбасар қояды деп бейбі нұрдан садаға кет, деді кіжініп. Сенің атың түймегүл, өркүл болу керек. Саған сол дұрыс. Шашын қараш, дода, тарақ демегеніне 10 жыл болған шығар. Аяғы шидай, тобығынан майысқан, қабағы тыржиып өмір бойы ашылмайды. Гүл-гүл жайнаған розамен қатар қойып еді, мүлдем нөл болды да қалды. Сүргіден шыққан тақтайдай, алды артына да көз тоқтайтындай, не уыс толатындай ештеңе жоқ. Әне, стол үстінде изеңдеп, қамыр илеп жатыр. Күшіктеген аш қаншықтай емшегі салаң-салаң етеді. Құдай-ау, қай жеріне қызығып күйіп жанды екен десеңші. Шайтаны түскір шатастырып, көз алдына қара перде тұтқан шығар. Осы үшін парктегі би кешінде қырғын айқасқа түсіп, Мәметқұлдың басын жарды емес пе? Ойбай-ау, сондағы кергігенін айтсаңшы. Болмаған соң К-700-ге түн ішінде басып, алып қашқан жоқ па еді? Жантайып жүріп өз сондай залым. Анда-санда мұның көзінде жылт етіп ойнаған отты бірден байқай қояды. Ондайда жартылығын алдына қойып, тамағын дәмдеп, жылмыңдап, шамды ерте сөндіріп, көзіндегі отты лезде қағып алады. Бүгінде міне, азаматым бір пәледен аман қалды деп, кеспенің қамырын жайып, жанталасып жатыр. Қабағы ашылып, жадырай қалыпты. Дәмесінің зорын қарай көр. Тағы да қағып алмақ қой. Қылмыңдама, бәрібір отымды бермеймін. Мә саған енді от, деп қалтасының ішінен қолын шығарды. Өксік. Жарты ай бойы 4 аяқтап ішкен тұрар бүгін еш жиып еді. Жуынып, қырынып, үстін ретке келтірген. Бірақ көңілі үңірейіп құлазып тұр. Енді не істеу керек? Розамен осы қош айтысқан ба? Алдағы күні не болмақ? Торығып, жатаққананың сығырайған сынық көз кір қожалақ терезесінен аспанға қарады. Тұтасқан бұлт, қабағы салбырап түнере күркірейді. Терезе шертіп, қос тамшы тамды да көзден аққан жастай кір тұтқан әйнек бетін айғыздап төмен қарай сырғанай жөнелді. Кенет жел ұйтқыды, ышқынған дауыл, терезе алдындағы жалғыз балапан қайыңның жапырағы тыпырлап, оңды-солды теңселіп, жайылған бұтағымен жер сабалады. Тұрар не істерін білмеді, алды күңгірт тұман, шырқ иірілген тұңғиыққа шын батып бара жатқандай қармалайтын тал жоқ. Тар бөлменің есік пен төрін адымдап арлы-бері кезді. Шыдай алмай сыртқа шықты. Кеш батқанша аядай ауылды 10 рет шыр айналған шығар. Жан дүниесі аласұрып, жер көкке сияр емес. Бұдан ішіп жүрген кезі жақсы екен. Жаны азынап мұндай күйдің бірінде бастан кешпейтін. Әлде бір соқыры түйсіктің жетелеуімен түн қараңғысын жамылып үй жағына келген. Сыбдырсыз басып аулаға енді. Есік аузындағы ақтүс шынжырын сылдырлата абалап атып тұрды да, мұны танып қыңсылап құйрығын бұлғаңдатты. Ием-ау, қайда жоғалып кеттің дегендей, еркелетіп басынан сипады. Қисайған қақпа, ит мойнындағы шынжырдың сылдыры, кіржайғыш жіпте ілулі тұрған Розаның іш киімі, бәрі көңіліне ыстық. Келсеңші деп тұрғандай,
Көзіне жас шырмалып, жүрегі лүпілдеп, есікке қарай ұмтылғысы келді де, өзін әзер тежеді. Ас бөлменің шамы жанып тұр. Жайлап басып тұтаса жабылған көкшіл перденің қиығынан ішке сығалаған. Жұлынынан тоғырғандай тұла бойы жансызданып сілейді де қалды. Роза мен бір еркек столдың екі шетінде бір-біріне қарама-қарсы қарап отыр. Еркек болғанда басқа емес. Розаның өзі қояншы қалқаш деп қарадай жеркенетін аты шулы төкен. Шалбарының ауына дөңгеленіп қарашыбын үймелеп, талдың түбінде жататын сасық теке. Орталарында қаз мойын шөлмек, екеуінің алдында екі қырлы стакан. Кәдімгі бөтелкелес алқаштар сияқты. Шымшып ұстаған саусақтарының арасында бір-бір прима түтіндеп әлденедей қызу әңгімеге кіріскен. Көзі қарауытып, жығылып қала жаздап сәл тұрды да шегініп кетті. Сыртқа шығып есік алдындағы үйеңкінің түбіне барып тұрды. Теңселіп құлап қалмау үшін бұтағынан ұстап қалды. Екі көзі терезеде, дүние мелтиген тас қараңғы. Перденің қиығынан сыздықтаған жіңішке жарық ақ алмастай қара түннің шекесін ақситып қақ айырып тұр. Құдайым-ау, ең болмаса адам сияқты басқа біреу болса ғой, деді шарасы таусылғаннан көкірегі ыңырси қорланып. Енді не істемек? Кіріп барып ойран салса қайтеді? Сасыған сүмелекті желкеден алып, бірақ атса есіктен. Бірақ өйтуге қандай хақысы бар? Тоқта, сабыр, сабыр. Бәлкі мына жұғымы жоқ есерсоқ арсыз тағы мыңдаған жамандықты бойына жапсырған мас күнем, доңыз, тәлтіректеп келе жатып, жай кіре салған шығар. Әйтпесе оны кім шақырады? Итте болса көз көрген. Үйге келген соң қалай кеттерсін? Қуыс үйден құрауы шықпасын дегені ғой. Бәсе дәл солай. Біраздан соң өз-ақ кетер. Егер қиқаңдаса, Роза анау-мынау еркекті дөңгелек айналдырар, қасқыр емес пе? Арқасына оқтаумен бір салып өзі айдап шығады. Өзін зорлап сендірген осынау мардымсыз үмітті малданып қанша тұрғаны белгісіз. Дыбысты баға-баға құлағы шыңылдады. Тесірейе көзі қарауытты. Бір уақытта, сәт, перде артындағы көлеңкелер қозғала бастады. Кенет шам сөнді. Сол шаммен бірге жігіттің ең соңғы әлсіз үміті жалп етіп өшті. Шыңыраудың шетіндегі қармалған талы тамырымен опырылды. Тұншыға өксіп қалбақтаған көлеңке түн қойнына сіңіп алыстай берді. Ауылдың шығыс жақ беті шалқыған айдын. Көктемде жер дүниеге сыймай жұлқынып, тасып, жаз ортасына жетпей арнасы қаңсып қалатын өзеннің қос бүйіріндегі екі қырдың қысаңын бөгеп сафқос су қоймасын жасаған. Қазір үйрек қазы ұшып қонып, сазаны шоршыған шалқар көл. Балықтың неше түрі өседі. Қысы жазы тонналап рефрижатормен қалаға жөнелтеді. Жағалау белуардан шалғын, ылғалдың деміне бөккен жайылма қолаттар көкшүйгін. Бір кезде қыс болса шанасын сүйреп, шөп іздеп, ел адақтап кететін сапқоз қазір мұртын аспанға шаншиды. Міне айдын күрсініп дөңбекшіп жатыр. Алыстан байғыз шақырады, ішін тартқандай өксіп. Бұлт шарышпыған жұлдызсыз аспан астында көл одан сайын тұңғиық тартып үңірейе түскен. Сылп-сылп таңдай қағып, кенерге сыймай ыңырсып шалқып жатыр. Анадайда қатарласып сүзгі тартқан екі қайықтың сұлбасы еміс-еміс көзге шалынады. Тұрар жағаға келді. Оқ түйіп қанатын сүйреткен құстай теңселіп кеткен. Шолақ жейдесінің етегін ышқырланып, белбеуін қатты тартты да, сипалақтап жүріп, қойнына қозы басындай тас салып алды. Іркілместен шалпылдатып суды кеше жөнелді. Екі көзі жұмулы, іштей тас түйініп, қайтпас тәуекелге бекінген. Өмір оған осы сәт жағадағы малта тастай еш ойланбай-ақ суға лақтыра салатын мәнсіз, құнсыз нәрсе еді. Бойлаған сайын күзгі судың дөңгелеген құрсауы денесін мұздай қарып жоғарлай түсті. Міне, кеудесінен асты, алқымға келді, иекке жетті. Серіпіле көтеріліп, 2-3 қадам құлаштай жүзіп барды да, аяқ қолын қимылсыз сылқ тастай салған. Су киім қойнындағы тас қимылсыз денені тұңғиыққа қарай тарта жөнелді. Сыбдырсыз ескен қос қайық ентелеп таяп қалды. Сен қуаншы. Тұрар көзін ашқанда үстінен төніп тұрған Розаны көрді. Айнала әппақ, қабырғаларда, есік терезелердегі пердеде, Розаның иығына бос жамылған халатына дейін әппақ. Бұл не? Қайда жатыр?
жан-жағына таңырқай қараған. Кенет қараңғы үйде сіріңке шаққандай көкірек түкпірінен жарқ етіп кешегі түннің жәдігі елесі оянған. Азап өмірге қайта оралғанына өкініп, қыстыға өксіп жіберді. Үн шығармай іштей булықты. Құдай-ау, бұл не жазаң? Құтқарып қалған қай жауыз екен? Ең аяғы өлуге де ерк бермегендер ме? Бекер, көбірлеп, мелшиіп төбеге тесіреген көк шыны көздің қиығынан қос тамшы сырғап барады. Мен өлуім керек еді. Роза үндеген жоқ. Ештеңе естімегендей бедірейіп тұра берді. Ауруханада бір апта жатып емделді. Содан соң Роза үйге алып келген. Екеуі үнсіз ұғысқандай болды. Қазбалап өткенге оралған жоқ. Әрқайсысы өзін күн жөн дұрыс санағанымен бірін-бірі кінәламады. Бәрін тағдырдың жазуына сайды. Кешегінің жақсысында жаманында еске алудан қашқақтап, тек бүгінмен ғана өмір сүрді. Күнделікті тірліктің қарабайыр күйбеңінен қызық жасап, сонымен өздерін алдауратуға тырысатын. Осы күндер ішінде Роза күрт өзгерген. Мінезі байсал жайдары, сәл нәрсеге шытынап, күйгелектенетін әдетінен ада. Көңіліне бір мамыражай кеңдік кірген. Аяқ қолы да жұмырланып, толса түскен дейме қалай. Біраздан соң мұрнының үсті ноқталанып, көзінің алдына тарыдай шашырап, секпіл пайда бола бастаған. Сол күні табиғат алдында дәрменсіздік танытып, жаны қаламаған жат адаммен жанасқан жалғызақ сәтте бойына бала бітіп еді. Бұрын тұрар түн баласы жамбасы төсекке тисе зәрезап болып, қашан тезірек таң атар екен деп асығатын. Қасындағы жар құшағын аңсап, аласұрып арпалысқа түскен жас келіншектің жан азабын көруден қорынып, азап ойы қаза болатын. Енді сол түнгі тамұқтан құтылғандай. Розаның ұйқысы тыныш. Ақ төсекте керіліп толықсып жатқаны, ыстық демі құлақ түбін шарпып, жұп-жұмсақ ақ білегін жігіттің кеудесіне асып алады. Бір көрпенің астында жатып, лапылдап табысқанымен, байырғы достардай көңіл шуағына бөккен осынау жайбарақат халге екеуі де риза. Күндерден күндер өткенде, құрсақтағы балаға жан бітіп, қозғала бастады. Шырыны сыртына теуіп тырсиған тоқ анармен деңгейлес томпайған құрсағын анда-санда бұлқ еткізіп, түртіп қалады. Сондай сәттегі жас ананың бақытты жүзін көрсең, өмірдегі бақыт қуаныш атаулыдан жұрдай тоналған жетім көңіл жылт еткен жарыққа елегзейтіні қашаннан белгілі емес пе? Қасіреттен қансырап қалжыраған жүрек кез келген нәрседен далбасалап өзіне алданыш іздейді ғой. Тұрар жүзі нұрланған Розаға қарап ішінен: мен бақытты ете алмадым. Бақытты болғың келсе несі айып? Мен үшін тақсірет чеккенің аз ба еді, қуаншы. Сен қуансаң болды. Екеумізге бір бақыт жетеді, дейді шынайы мейірленіп. Жас ананың жадыраған қабағынан үй ішіне бір нұрлы береке дарып, сол шуаққа екеуінің жаны жылынғандай еді. Жаратылысы жаладан демесең, өзі жаны салғандай, құрсақтағы нәрестеге бірте-бірте жүрегі иіп, ықыласы ауды. Ендігі жерде Роза аналық бақытын малданып, байыз тапса, қызығы ортақ араларындағы дәнекер осы емес пе? Төңкерілген жұп-жұмыр құрсақты аялай сипайды. Соны сезгендей бала оқыс қозғалып, алақан астын түртіп өтеді. Қой, тентек болма, мамаңның ішін ауыртасың, дейді елжіреп. Сен оны кейін жек көрмейсің бе, дейді Роза жасқана тіл қатып. Неге? Қалай дегенмен, оның кінәсі жоқ. Мен кінәлімін ғой. Бәріне тағдыр кінәлі. Аты-заты белгісіз бөтенді де асырап алып, бауырына жылтады емес пе? Оның жанында бұл өзегіңді жарып шыққан перзентің ғой. Маған неге жат болсын? Келіншек жігітті мойнынан тасқып құшақтап, ыстық жасын төге өксіп жібереді. Ондайда, ей сорлы, несіне мәз боласың, дейді бір тентек дауыс көкірек түбінен тепсініп. Тапа-тал түсте көзіңе шөп салып, алқаштың астынан шыққан салдақының қасында жайбарақат жатқаның аздай, енді арамнан жаралған ішіндегі шатаны балам деп елжіремексің бе? Еркектік намысың қайда? Жоқ, тоқта, дейді екінші бір сабырлы үн шаужайына жабысып. Мөңкейтіндей сонша кім едің? Өлейін деп өле алмадың, енді төзесің, шыдайсың бәріне. Жар болу, әке болу бақытынан тағдыр айырған соң не шара? Жоқтан бар жасап,
Енді осылай өзіңді алдарқатып, басқаның қуанышымен өмір сүруге мәжбүрсің. Тағдыр бірақ бұл күнді де көпсінген екен. Енді көресіні есірік төкеннен көрді. Өзі бұрынғыдай емес, барын киіп, мұнтаздай боп жүретін болыпты. Бірақ онысы ұзаққа бармайды. Ары кетсе түске дейін ғана, содан соң таз қалпына қайта түседі. Бір қорлағаны аз болғандай тағы да басынғанын қайтерсің. Жауырды жаба тоқылғанмен қарғыс таңбасы басылған шаңырақтың қасіреті аз күннің ішінде жалпақ жұртқа жария болды. Әңгімені бықсытып жүрген төкеннің өзі, ішіп алғанда, өтірік айтсаң өліп кетейін, қыз екен, 3 жыл еркектің қасында жатты дегенге кім сенеді? Өзін бетін аштым деп, сол түнгі жігітшілігін әр жерге айтып мақтанатын көрінеді. Келе-келе қисалаңдап қақпа алдынан шықпай қоятын әдет тапты. Тіпті Роза шығып кетші бері, бірақ ауыз сөзім бар айтатын, дейді езеуреп. Қалайша ұмыттың бәрін? Мен, міне, өрт боп жанып жүрмін. Ондайда Роза түпкі бөлмеге кіріп есікті тарс жауып үн-түнсіз отырып алады. Тұрардың лап етіп қаны басына шабады. Дірілдеп қалшылдап үй ішіне симай кетеді. Атып шығып сасыған текені итше тепкілексі келеді. Қайтып аттап бас-бастай ғып аузын қанжалатса ғой. Бірақ Розадан біртүрлі қаймығады. Сұмырайдың шыбын жанын көзіне көрсетіп, жатқанда шырылдап кеп ара түсіп, не шыдай алмай бірдеңе деп қалатындай. Сондай секеммен амалсыз дымы құриды. Төкен айналсоқтап ары жүреді, бері жүреді. Әйтеуір бір уақытта, Роза, түсінбейсің ғой, түсінбейсің деп, өз-өзінен күбірлеп, басы салбырап кетіп бара жатады. Бір күні қызыл іңірде ит абалағанға қараса, қақпадан Төкеннің әйелі Бибінұр кіріп келе жатыр екен. Өрт сөндіргенде етегі делеңдеп, алқын-жұлқын, қолында таяқ, шынжырын салдыратып шапшыған төбетті қаңқ еткізіп бастан бір берді. Екпіні қатты, бір тықырды сезіп тұрар есіктің ілгегін сала қойған. Сонысы мұндай абырой болар ма? Есікті солқылдатып жұлқып қалды. Веранданың жұқа қамыс қабырғасы сықырлап сылағы түсе жаздады. «Ей, қаншық, аш!» дейді ызғарлы тарғыл даусы құлақ қыршып. «Кеш түспей неғып иманың ұшып, есігіңді жауып алғансың? Артың қуыс болғансың, қорқасың ба? Арсыз бетіңді көріп түкіргім келеді. Аш деймін, аш!» Есікті қолындағы таяғымен салып жіберді. Тұрар мен Розада ләм-мим дыбыс жоқ. Бүжіктеп бір-біріне қарай алар емес. Роза екі қолын кеудесіне айқастырған күйі қарауытқан терезеден сыртқа қарап мелшиіп тұр. Тұрар шыдай алмай түпкі бөлмеге кіріп есігін жауып алды. Құлағын басты. Шаптыққан дауыс бәрібір қуып жетіп миын шапақтады. «Ана ойнасыңды алып кет. 3 айдан бері айға қарап ұлып, әбден қанымды ішті. Сүйгеніме кетем, соның жолында өлем деп күнде басыма әңгір-таяқ ойнатады. Менің Розачкамның тырнағына да татымайтын жаман салпақ етек қатынсың. Жылда күшіктеп аяғымды матап тастадың. Әйтпесе баяғыдақ кетер едім бұл үйден. Енді бәрбір кетемін. Сенің ана маңқасаққан балаларыңды жек көремін» дейді. Мен бір оларды күлге аунап тапқандай, «Қара суымызды қайғысыз ішуші едік, шырқымызды бұздың ғой, шұбар жылан. Арағын ішіп қана томпиып жүретін момаханым еді, азғырған сенсің. Ылығатын басқа азван таппадың ба? Жүзі қара қаншық, сасыған алғаштың қай жеріне қызықтың? Сүтті үйған шаңырағымды шайқалттың. Шырылдаған ана 4 баланың көз жасы сенің мойныңда. 2 дүниеде 2 қолым ендігі жерде сенің жағаңда кетеді. Қане, шықшы бері, шашыңды бір талдап жылайын. Бәлем, көрінуге бетің шыдамай ма? Мә саған, жалап, салдақы. Ас бөлменің терезесі салдыр-гүлдір ете түсті. Ит авалады. Енді құтырып көрші бәлем. Жын шайтан ұялаған мына ойнасқанаңның өрт салып, күлін көкке бірақ ұшырайын. Жұлқынған долы дауыстың жаңғырығы алыстай берді. Қараңғы бөлмеге үңірейген терезеден күзгі кештің ызғарлы демі лап қойды. Осы айғайдан кейін бұл жердің енді пана болмасын екеуі де сезді. Қайыршының ұясындағы қара бақырдай болмашы бақытын қорғаймын деп бейшара жүрек шырылғақты. 2-3 күннің ішінде апыр-топыр жұмыстан шығып, үйлерін сапқозға өткізген. Қара суық азынаған күздің бір күнінде буыншақ түйіншектерін арқалаған қос мүскін ел көзінен тасаланып, іңірі қараңғылана сіңіп бара жатты. Әуелі аудан басын сағалаған.
Онда да көп тұрақтай алмай, ақыры Алматыдан бірақ шыққан. Арман қуып келгенге де, азаптан қашып бас сауғалағанға да, жатырқамай кең құшағын айқара жайған жомарт шаһар ғой. Алматы жарықтық. Шет микроауданнан бір бөлмелі пәтер жалдап тұрды. Көп өтпей сәби келді дүниеге. Сүйінші сұрардай қай бетіміз бар деп қуыстанып ел жаққа хабар бермеген. Қайдан құлақтанғаны белгісіз. Бала қырқынан шығар шықпаста. Ауылдан артынып-тартынып Тұрардың шешесі жеткен. Есіктен ұрса кірді бұлқан-талқан. Бұлардың сәлеміне қолын бірақ сілтеп, көзінің жасын төгіп алды. Өй, көргенсіздер, өлгенде көрген тұңғыш немерем дүниеге келгенде ұрлық қылғандай үндемей жатып алғандарын қарашай. Ақ түйенің қарны жарылды деп сүйінші сұрамайтын ба? Тілдей телеграмды қимадыңдар ма? О несей? Қане, менің кішкентай құлыным қайда? Құдайымның бере салған қарашығы қайда екен? Етегіне сүрініп қабынған бейшара кемпір бір жылап бір күледі. Ой, күшік, бақырайып қарайды ғой, әжеңді таныдың ба? Мына жаман кемпір қайдан келді деп тұрсың ба? Тфә, жаман бала екен. Түріңнен айналайын, сол аумай қаған атасы ғой. Танауы тәмпейіп аузынан түсіп қалғандай. Ол бейшараның да ұшарға қанаты жоқ. Малға қарайтын ешкім болмаған соң амалсыз қалды. Әлгі құрғыр Сүлеймен екеуі 100 грамдатып гөлейт соғып кетпесе жақсы. Алла тағала мұратыма жеткізіп, міне немере сүйгізді. Бұл күшіктің атын Мұрат қоям деді. Ей күшік, сенің атың Мұрат. Мұрат деп құлағына кезек-кезек 3 рет айқайлады. Қапыналардың күйдірген ая. Кісі деген ешкі лақтаса да қуанбай ма? Тұра тұр бәлем. Емшектен шығып кішкене қара құлақтансın. Содан соң құлыншағымды сендердің маңдарына жуытпаспын. Әжесінің кішкентайы күні сол, көзінің нұры сол. Анасы өліп үшіп, еміренген сайын Тұрардың іші ит жыртқан терідей іріп теріс қарайды. Мұрат қазір 3 жаста. Қуанышы қойнына сыймай далақтаған бейшара кемпір сол жолы жарты ай жатып қайтқан. Жаманат жерде жатама, ауылға барған соң жымысқы өсек құлағына тисе керек, қатты күйініштен паралич соғып құлап түскен. Сол жақ қол аяғы сіресіп, 3 күннен соң ес жимаған күйі көз жұмған. Тірі болғанда танауы таңырайған қара бала осы күнде әжесінің етегіне оратылып ауылда жүрер ме еді, кім білсін. Айтты айтпады, Алматы жарықтық рахат екен. Қатты түшкіріп қойсаң да жел басқа жерінен шықты деп іліп әкетіп өсектің отын гу еткізетін ауыл емес. Сенде ешкімнің шатағы жоқ, ұлан асыр еркіндік. Мас боп арықтың жиегінде құлап жатсың ба, қызбен құшақтасып тұрсың ба, әлем-желем киініп аласың ба, өзің білесің. Ешкім ешкімге қарамайды, ешкім ештеңеге мән бермейді. Мынау оғаш ерсе екен деп одыраймайды. Тіпті есік қарсы тұрған көршіңді де танымайсың. Жыбырлап жүрген көлеңке сияқты сен үшін. Айналаң толған халық, бірақ ешкім жоқ. Сен жалғызсың. Айдалада өзің ғана тұрғандайсың. Не қылам десең де еркің. Кейде осындай қысылып қымсынатын ештеңе жоқ. Ноқта жүгенсіз еркіндіктен де адам азып тозғандай тәрізді. Әңгіменің жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпайық.